Кайрылуу күн достар. Бүгүн биз печенье жасайтын боламыз. Үйдө бар заттармен өтө оңай дайындалады. Эң алдымен бизге 2 жумуртка керек. Жумурткамызды осылай салып аламыз. Және бетине шым-шым туз салатын боламыз. Және де 200 граммдай кант саламыз. Әдемілеп араластырып аламыз, қанты ерігенше. Сосын бетіне 3 қасық мед салатын боламыз. Әдемілеп араластырып аламыз. Сосын 200-300 грамм май саламыз да, осылай араластырып аламыз. Бетіне үлкен ас қасықпен разрыхитель қосамыз. Сосын 500 граммдай ұнды салдым. Өте жұмсақ қамыр болу керек. Мүмкіндігінше қамырды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Және осылай жайып аламыз да әдемілеп. Сосын любой осындай формочкамен домалақтап аламыз. Мен осылай домалақтап алып, сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пешке 180 градусқа 10-15 минутқа қойдым. Өте тез піседі. Қарап отырамыз мүмкіндігінше. Маған жазылып қойыңыздар. Және лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Егер түсінбегендеріңізді комментарийге жазып кетулеріңізге болады. Ас болсын, сау болыңыздар.